темекі шексек, насой атсақ дегендей оразамыз бұзыла ма дейді, немесе түкірік жұтсақ оразамыз бұзыла ма деген сұрақтар туындап жатады. Осыны айта кетсеңіз, қандай жағдайларда ораза бұзылады? Жаңағы темекі, насвай деген дүние бұл біріншіден Құдай сақтасын кінәлі істер болып табылады. Ораза Рамазан айында ғана емес, бүкіл айларда тыйылу керек. Мұсылман адам үшін бұл жат қылық. Бұл әлбетте темекі болсын, насвай болсын, адамның оразасын бұзады. Яғни қандай да бір адам бір нәрсені ішіп жейтін болса, әдейі немесе қателесіп, онда оразасы ашылып кетеді. Яғни әдейі дегеніміз қандай? Біреу ұмытып жеп қояды. Қандай да бір адам ұмытып жеп қоятын болса, бұл кезде оразасы бұзылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис шәрифінде келеді. Қандай да бір адам ұмытып бір нәрсені жеп қоятын болса, Алла оны ризықтандырып қойды деп. Аллах тағала оны ризықтандырып қойып жатыр. Ал бір нәрсені әдейі жеу, бұл оразаны бұзады. Ал қателесіп жеу дегеніміз қандай? Мысалға, ойлап қалуы мүмкін адам. Міне шам уақыты келіп қалды, кіріп қойды ғой деп. Қазір мына сәжде деген программалар бар ғой. Кейде бір қаладан екінші бір қалаға барып жүреміз. Сол кезде азан айтқан кезде не істеп жатамыз? Ашып қойып жатамыз. Программа осыдан 2 сағат бұрын бір қалада болған едік, ұшақпен келдік деп айтайық. Сол жақтың азанымен айтып жатыр, ал бізде әлі шам уақыты кірмеген еді. Сол кезде тұрып тамақты алып отырып аузын ашып қойып жатса, бұл қателесіп ашқан болып табылады. Бізде сол күннің қазасын өтеу міндет болып табылады. Ал енді жаңа түкірік жұту мәселесіне келетін болсақ, түкірік жұта беру ешқандай проблем жоқ. Бәлки адамға дұрыс өмір сүру үшін сүлін бөлініп тұру керек, тамағынан өтіп тұру керек. Шариғатымызда қандай да бір құлшылық, ғибадат бұйырылатын болса, Құдай тағала тарапынан қандай парызды қарайық, Құдай тағала бұйырған, ол жерде адам баласына бір пайда болмаса, ешбір зиян жоқ. Және де машақат та жоқ, қиындық жоқ. Сондықтан адам баласы өз-өзін бір қинап, түкірікті жұтуға болмайды деп бос әурешілікке салынудың қажеті жоқ.